ойланады, иә. Стандартты емес ойланады деп отырғанымыз, бұл айтқанда түсінікті болу үшін айтайық, бір неге өзен бар, өзеннің ағысымен жүзетін балықтар бар, өзеннің ағысына қарсы жүзетін балықтар бар. Осы екі балықты қарап отыратын болсаңыз, олардың мінезі де басқаша, олардың түрі де басқаша, олардың дәмі де басқаша негізінде. Сол сияқты адамдардың арасында барлығы ағыммен жүре бермейді, ағымға қарсы жүретін адамдар бар. Яғни қарсы деп отырғанымыз, бұл адамдардың өздерінің принциптары бар. Яғни біреуінікі дұрыс, біреуінікі дұрыс емес. Енді бұл жерде қайсысы дұрыс емес деп айтатын болсақ, Алла тағала Құранда не деп айтады? Көбісі адасушылар дейді. Көпшіліктің артынан ерген адамдар негізінде, көпшіліктің артынан ерген адамдар адасып кететін жолда тұрады екен. Өйткені айтайық, білімділер көп па, білімсіздер көп па? Жауап беріңіздер, бәріңіз айтасыздар қазір білімсіздер көп деп айтамыз. Ал енді бай көп па, кедей көп па дейтін болсақ, кедей көп деп айтамыз. Яғни осы жерден де түсінуге болады, что көбісі негізінде адасушылар. Көбісі қателеседі негізінде. Көпшілік істеп жатқан нәрсе ол қате болады деген сияқты. Енді осы жерде көпшіліктің ішіне айтайық, мынандай өмір ұстаным, образ дейді ғой, образ жизни дейді. Өзінің өмір сүру образдары бар. Сол образдарын қарап отыратын болсақ, бір адамдар өздеріне бәріміз армандаймыз. Қазір осы тұрған кезде жазыңыздаршы, өздеріңіздің армандарыңызды жазыңыздаршы. Әрбір адам армандайды. Мысалға айтайық, біреу көлікті армандайды, біреу үйді армандайды, біреу телефон армандайды, біреу саяхатты армандайды, біреу ремонт жасағысы келеді, біреу үйіне жиһаз алғысы келеді. Армандар бітпейді. Сол армандарды алам деп жүрген кезде адамдар рассрочка алады, өйтеді, бүйтеді деген сияқты, иә. Қазір сондай нәрсе болып жатыр ғой. Сол нәрсенің армандардың барлығын адамдар негізі ең бірінші жолға қойып қояды екен. Яғни бұл өмірге келдім, мен енді осы арманыма қол жеткізуім керек дейді. Дұрыс айтады, негізі ондай арман болу керек. Алайда сен егер өзіңнің қолыңдағы қалтаңдағы бірінші ақшаңа бар болған кезде бірден соны алып, ең бірінші армандаған нәрсеңді алуға тырысатын болсаң, немесе қолыңда ақша болмаса да, әйтеуір бір қарызға алып, әйтеуір бір рассрочкаға алып, мынау сондай бір нәрселермен алып, ана нәрсені мен осы өмірде алып қалуым керекпін деген нәрсемен шешім қабылдайтын болсаң, онда не болады? Демек сен тобырлық қасиет бар деген сөз. Яғни барлық тобырлар, яғни барлық талпа, барлық көпшіліктің барлығы осындай нәрсемен өмір сүреді негізінде. Көрдіңіз ба? Яғни өзінің армандарын бірінші сол нәрсеге алып алады. Енді айтайық, сонда қашан аламыз оны? Алмаймыз ба не? Деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін, иә? Біз айтамыз, алуға болады, алу үшін да жүрміз, негізі алуымыз керек қой. Бірақ кішкене күте тұрайық. Мысалға, кез келген адам тез маман болып кеткісі келеді. Кез келген адам тез жазу сызуды білгісі келіп кетеді. Кез келген адам ағылшыншаны тез үйреніп кеткісі. Біз өзіміз табиғатымызда бір нәрсені тез үйреніп кеткіміз келеді, бірақ көбіне айтады, сіз кішкене үйреніңіз, сіз кішкене мына нәрселерді істеп алыңыз, содан кейін бар болады деген нәрселерге шыдай алмай жатамыз ғой. Өмірде осы қаржылық мәселе осындай нәрсе. Біз айтамыз, ол нәрсені алу керек, бірақ қазіргі мәселе ең бірінші оларды алып алғаннан гөрі сен бірінші сол нәрселерді алатын кіріс көзін жасауың керексің. Сен өнепейін несие алмайсың, кредит ала алмайсың. Өнепейін саған біреу ақша бере бермейді. Өнепейін сіз үйіңізден жиналған ақшаны алып кете бермейсіз ғой. Көрдіңіз ба? Если даже сіз соны алып бара бергеннің өзінде ол ақша жетпей қалуы мүмкін ғой. Яғни ол нәрселерді аламыз, бірақ ең бірінші кіріс көздерін жасауымыз керекпіз. Көрдіңіз ба? Бағанағы айтқан стандартты емес адамдар не істейді? Олар көбіне адамдарға айтпайды, үндемей жүреді, бірақ көбіне сыртынан қараған адамдар не деп айтады оны? Жмот, ешнәрсе шығармайтын, бүйтпейтін деген сияқты жаман сөздермен айтады негізінде. Олар олай емес негізінде. Олар тапқан ақшасын істеп жатыр. Жмоттанып жатқан жоқ, ол тапқан ақшасына жоспар құрып жатыр, яғни ол қандай да бір нәрселерді жинап жатыр. Енді ол жинап жатқан уақытында сол нәрселерді жинайды да, сосын өзі барып қандай да бір жиналған нәрсеге кіріс көздерін ашады былай. Бір кіріс көзі, екі кіріс көзі, үш кіріс көзі. Яғни біреу өзі бизнес жасауы мүмкін, болмаса біреу бизнес жасайтын адамның қолына ақшаны беруі мүмкін, иә. Осы мәселеде сол нәрсені бергеннен кейін не болады?
кіріс көзін жасап содан ақша түсе бастайды. Бір жерге 2 миллион салды, бір жерге миллион салды, бір жерге 500 мың теңге салды деген сияқты әрқайсысынан 50 мың теңге, 100 мың теңге, 200 мың теңге жайлап түсе бастады. Енді осыдан кейін ана түскен ақшаларға былай айтқанда келіп жатыр ғой енді. Біреу сіздің орныңызға жұмыс істеп жатыр ғой, ақша. Сол ақшаны алып, былай айтқанда смело деп айтсақ болады, өзіңіздің кішкенеден бастап жаңағы өзіңіздің арманыңызды алсаңыз болады. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін